Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір шайда жоқ болып кететін өте дәмді, ауызда еритін шоколадный сметанник пирогын жасайтын боламыз. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен пирогымыздың қамырын дайындап алатын боламыз. Бір жұмыртқаға қантымызды және бөлме температурасындағы сары майымызды салып, осы үшеуін жақсылап венчиктің немесе шанышқының көмегімен араластырып алатын боламыз. Мендегі сары май қолдың сары майы болды. Егер сізде жоқ болса, дүкеннің сары майын қолдансаңыз да болады. Және де ұнымызды, қопсытқышымызды салып, қолымызбен қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды міндетті түрде кем дегенде 15-20 минутқа целлофанға салып, холодильникке салып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындап аламыз. 200 грамм шоколадқа сары майды қосып, водяной баняда немесе микроволновкада осылай ерітіп алатын боламыз. Қантымыздың үстіне 3 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, тек бір-біріне біріксе жеткілікті. Содан соң жаңағы ертіп алған, суып тұрған шоколадымызды қосып, оны да венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір-біріне біріксе жеткілікті, көп араластырып қажет емес. Және де бізге міндетті түрде 20% қаймақ керек болады. Менде президент қаймағы, осы президент қаймағының өзінде 400 грамм болады. Соның барлығын қосып, тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында 25 грамм какаомызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді кезекте арнайы формамызға қамырымыздың үлкендеу бөлігін алып, астыңғы бөлігіне осылай қолымызбен жайып орналастырып шығамыз. Және де жаңағы алып қойған кіші бөлігін алып, шетіне бортиктарын шығарып дайындап аламыз. Неге қамырымызды дәл видеодағыдай осылай жайып орналастырып аламыз. Енді осы қамырдың үстіне жаңағы дайындап алған қаймақты салмамызды салып, кішкене тегістеп, егер қамырларыңыздың кейбір жерлері биік болып кеткен болса, осылай шанышқымен түзеліп жібересіздер де, алдын ала қызып тұрған 160-170 градус пеште 40-45 минут шамасында толықтай пісіріп аламыз. Пісу уақыты сіздің пешіңізге де байланысты. Неге достар, пирог піскен кезде осылай көтеріліп тұрады, бірақ бұл толықтай суығаннан соң осылай басылатын болады. Пирогты міндетті түрде толықтай суытып, суығаннан соң формасынан шешіп, кесіп жей берсеңіздер болады. Ас болсын достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, ауызда еритін пирогтардың бірі сіздің және сіздің отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Назар қойып рецептіні соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар.